Ит пен мысықтың оқиғасы. Ертеде бір бай кісі Сүлеймен пайғамбарға келіп, маған жан-жануардың тілін үйретіңізші деп өтініпті. Пайғамбар, саған ондай кереметтің қажеті жоқ, өзіңе зиян болады дейді. Бірақ бай кетпей қиылып отырып алады. Байдың көңілін жыққысы келмеген пайғамбар жан-жануардың тілін үйретіпті. Ертесіне бай таңертең тұрып, итіне бір кесек ет лақтырады. Етті мысық қақшып алып, талға шығып кетеді. Ит әупілдеп үреді. Бай оларды түсініп тұрады. Ит болса, еттен бөліс дейді. Ал мысық, сен бір күн шыда, байдың семіз көк қошқары бүгін арам өледі, соның етіне 40 боласың дейді. Бай ертесін көк қошқарды сатып жібереді. Азанда бай тағы бір кесек ет лақтырады. Мысық оны да қағып түседі. Ит тағы сұрайды. Мысық болса, бір күн шыда, бүгін түнде байдың сиыры арам өледі. Етке армансыз тоясың дейді. Бай болса, сиырын сол замат сатып жібереді. Ертесіне бай тағы да ет лақтырады. Мысық бұл жолы да итке бұйыртпай қағып түседі. Ит ренжіп, кеше сиыр өледі деп едің, қожайын оны сатып жіберді. Етімді бер дейді. Мысық оған, бүгін түнде байдың семіз биесі арам өледі. Бір ай ет жейміз дейді. Бай кешке жеткізбей, жылқыны да сатып үлгереді. Ол ішінен бұл бір рахат болды. Апаттың алдын алдым, жануардың тілін білгенім қандай жақсы деп ойлап масаттанады. Ертесіне итіне тағы бір кесек ет лақтырады. Оқиға айна қатесіз қайталанады. Бірақ мысық бұл жолы бүгін түнде бай өледі. 7-сі бар, 40-ы бар, 100-і мен жылы бар. Жыл 12 ай тоқ жүреміз дейді. Мына сөзді естіген бай шошып кетеді. Жалма-жан Сүлейменге жүгіріп барып, болған жайды айтады. Патшекем, мына жалдан мені құтқар деп жалынады. Сонда Сүлеймен патша, саған келген бәлені қойын қақты, оны сатып жібердің. Сосын сиырың ауысты, оны да саттың. Одан биеге ауысты, оны да сатып бұрттың. Енді бәле басыңа төнді. Алланың бұл ісінің алдында мен шарасызбын дейді. Бай сол түні дүние салды. Содан бері ел арасында бәле әуелі малыңа келеді, малыңа келмесе басыңа келеді деген тағылым қалған екен.